Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты дайындайтын боламыз. Бешбармақты жақсы көрмейтін қазақ кем-де-кем шығар. Әрі тойымды, әрі дәмді тағамдардың бірі. Бұл бешбармақты барлық қазақ дайындай алады негізі. Просто менің рецептіммен қалай шығатынын көріңіздер. Осылай қазанымызға суды құямыз. Етімізді, қазымызды салып қайнатамыз. Бір қайнаған соң бетіндегі көбігін аламыз. Бетіндегі көбігін алуды ұмытып кетпеңіздер, сорпасына тарқап кетіп жүрмесін. Осылай көбігін алып аламыз. Осындай таяқшамен қазымызды тесіп шығамыз. Көкөністерімізді саламыз. Менде 2 сәбіз, 3-4 картошка, болгар бұрышы, және пияз, помидор салатын боламыз. Сіздер салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Әркім әрқалай жақсы көреді ғой. Мысалы, біз көкөністерді салғанды жақсы көреміз. Сіздер салсаңыздар да болады, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Негізі көкөністермен өте дәмді шығады. Осылай арасында сорпасын сапырып аламыз. Енді қамырын илеуге кірісеміз. Сіздер қамырын қалай илейсіздер? Суға илейсіздер ма, жұмыртқаға илейсіздер ма, или сарыағаштың суына илейсіздер ма? Мысалы, мен сорпасына илеймін, өйткені өте дәмді шығады, өзінің сорпасы болғандықтан. Осылай алдын ала сорпасын құйып, суытып аламын. Суыған сорпамызға 1 қасық тұз және 1 жұмыртқа салып, қатты қамыр илейтін боламыз. Су ештеңе қосқан жоқпын, тек сорпаның өзіне. Осындай қатты қамыр илейміз. Жаятын кезде қатты болған соң жай алмай, қиналып қалам деп ойламай қойыңыздар, өйткені біз бұны тындырып қоямыз ғой, демалдырып қоямыз. Сол кезде өз қалпына түседі жұмсарып. Менде 3 суала шықты. Бізде адам көп болғандықтан, осындай 3 суала жаятын боламын. Қамырымды кесіп жатырмын. Сорпасына илегеннен кейін жабыспай әдемі болып шығады. Осылай кесеміз. Ішінде еттеріміздің бәрін алып тастадық. Енді сорпасы қайнап жатыр. Қамырымызды саламыз.
арасында өйстіп араластырып тұрамыз. Міне қамырымыз қайнап жатыр. 5-10 минуттай қайнатып, тұздығы уже сала береміз. Міне қамырларымыз әдемі, езілмей, күшті болып шығады. Сіздер қамырларыңызды неге илейсіздер, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Суға илейсіздер ма, сорпаға илейсіздер ма? Әркімнің илейтін әдісі әрқалай ғой, соны бөлісе отырыңыздар. Міне қамырымыз дайын. Енді тұздығын салып жатырмын. Етімізді салып жатырмын. Видео ұнаса, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне, дайын. Астарыңыз дәмді болсын.